book.careerhub.kz ақылды кітаптар платформасына қош келдіңіздер. Бұл жай ғана кітапхана емес, бұл кітап оқу қызықты процеске айналатын заманауи кеңістік. Мұнда оқушылар ыңғайлы summary, интерактивті тесттер, карточкалар және геймификация көмегімен оқу сауаттылығын дамыта алады. Ал мұғалімдер мен кітапханашылар үшін бұл оқу процесін басқарудың қуатты құралы. Мұның қалай жұмыс істейтінін көрейік. Авторизациядан бастайық. Бірінші қадам ретінде кіру түймесін басу қажет. Кіру үшін almaty.edu.kz домені бар мектеп аккаунтыңызды пайдаланыңыз. Бірінші рет кірген кезде барлығына стандартты уақытша құпия сөз орнатылған. Сәтті кіргеннен кейін жүйе сізге өзіңіздің жеке, сенімді құпия сөзіңізді орнатуды ұсынады. Сондай-ақ сіз Google белгішесін басу арқылы жүйеге жылдам әрі қауіпсіз кіре аласыз. Кіргеннен кейін сіз цифрлық кітапханаға өтесіз. Біз интерфейсті барлығы қолжетімді болатындай етіп жасадық. Барлық кітаптар бөлімі. Бұл платформамыздағы да барлық кітап жинақталған орталық. Мұнда 4 пен 16 жас аралығындағы балаларға арналған балалар кітапханасы тізімінен 2500-ден астам кітаптың саммарин табуға болады. Ақылды іздеу. Басты бетте қажетті әдебиетті жылдам табуға көмектесетін жасанды интеллект көмегімен іздеу қолжетімді, сонымен қатар кітаптарды жанры мен деңгейлері бойынша да іздеуге болады. Интерактивті мүмкіндіктер. Әр кітап бойынша қысқаша мазмұн, аудио және бейне материалдар, ал біліміңізді қызықты жолмен сынауға арналған дамытушы ойындар мен викториналар ұсынамыз. Кітапты қалай жүктеуге болады? Кітапханашылар мен мұғалімдер қорды өз бетінше толықтыра алады. Жаңа кітапты жүктеу үшін барлық кітаптар бөліміне өтіп, жоғарғы жақтағы көк түсті жүктеу түймесін басыңыз. Негізгі ақпаратты толтырыңыз. Атауы, авторы, аннотациясы мен мұқабасын қосыңыз. Қиындық деңгейін, жанрын, тілін және тектерді таңдаңыз. Сіз PDF немесе EPUB форматындағы дайын файлды, сондай-ақ мәтіндік саммариді жүктей аласыз. Файлды қажетті терезеге сүйреп апарып, кітапты жүктеу түймесін басыңыз. Мәтіндік саммариде барлық өрістерді толтырып және сипаттама қосып, генерациялау функциясын басып, JI арқылы summary текстін шығарып алып, содан кейін кітапты жүктеу түймесін басасыз. Менің кітаптарым. Менің кітаптарым қойындысы бұл сіздің жеке сөреңіз. Мұнда жылдам қол жеткізу үшін таңдауларға қосқан материалдарымыз түседі. Оқушыларды ынталандыру үшін бізде лидерборд бөлімінде көшбасшылар тізімі бар. Мұнда нақты уақыт режимінде оқуға құштар 2026 қалалық байқауы қатысушыларының рейтингі көрсетіледі. Онда сіз оқушы, мұғалім және кітапханашы бөлінісін көре аласыз. Ұпайлар автоматты түрде есептеледі, ал көшбасшылар Алматының 8 ауданының әрқайсысы бойынша анықталады. Келесі бөлім пікірлер. Мұнда мұғалім модератордың маңызды рөлін атқарады. Бұл құрал оқушылардың кері байланыс сапасын бақылауға және цифрлық кітапханамызда тәртіпті сақтауға мүмкіндік береді. Ыңғайлы бақылау үшін сіздің алдыңызда барлық қажетті ақпарат көрсетіледі. Сіз бірден хабарлама авторын, пікір мәтінін және оқушының оқылған кітапқа қойған бағасын көресіз. Егер пікір пайдалы және орынды жазылған болса, жай ғана жасыл түсті жариялау түймесін басыңыз. Осыдан кейін пікір платформаның барлық оқырмандарына көрінетін болады. Егер сіз орынсыз немесе нашар пікірлерді байқасаңыз, жүйе оларды оңай бақылауға мүмкіндік береді. Сіз себет белгішесін басу арқылы мұндай хабарламаны бір жолы жоя аласыз. Немесе жариялаудан алып тастау түймесі арқылы оны уақытша жасыра аласыз. Уақытты үнемдеу үшін мәртебе бойынша ыңғайлы сүзгіні пайдаланыңыз. Ол сізге тізімді жылдам сұрыптауға және тек сіздің тексеруіңізді күтіп тұрған жаңа пікірлерді ғана табуға көмектеседі. Аналитика және профиль. Аналитика бөлімінде сіз үлгерімді бақылап, тағайындалған кітаптардың оқылу пайызы мен ойналған ойындарды көре аласыз. Ал сіздің профиліңізде жеке деректеріңіз, жетістіктеріңіз, жинаған ұпайларыңыз, сондай-ақ ұпайлардың есептелу тарихы сақталады. Маңызды ескерту. Байқауларға қатысу үшін профиль міндетті түрде сіздің almaty.edu.kz поштаңызға байланыстырылуы тиіс. Мектепті басқару.
Мектепті басқару бөлімі. Бұл мұғалімдер мен кітапханашыларға арналған негізгі құрал. Ол 5 қойындыдан тұрады. және бүгін біз олардың әрқайсысын егжей-тегжейлі талдаймыз. Қойынды мұғалімсіз сыныптар. Бұл ішкі бөлімде сіз қазіргі уақытта педагог бекітілмеген барлық сыныптар тізімін көре аласыз. Жүйе қажетті сыныпты басқаруды өз мойныңызға тез алуға мүмкіндік береді. Сіз осы тізімнен кез келген таңдалған сыныпқа өзіңізді мұғалім ретінде тағайындай аласыз. Егер байланыстыру барысында қандай да бір қиындықтар туындаса, уайымдамаңыз. Сіз әрқашан мектеп кітапханашысынан көмек сұрай аласыз. Ол кеңейтілген құқықтарға ие және сыныптарды қажетті мұғалімдерге қолмен тағайындай алады. Келесі қойындаға өтеміз. Сыныптар. Бұл бөлім оқу топтарын құруға және өңдеуге арналған. Оқушылармен толыққанды жұмысты бастау үшін біз оларға виртуалды кеңістік ұйымдастыруымыз керек. Сыныпты қосу үшін көк түсті сынып қосу түймесін басамыз. Пайда болған терезеде сыныптың атауын енгізіңіз. Маңызды ереже. Атау кириллицадағы сан мен әріптен тұруы керек. Мысалы, 11-ші А, 5-ші Ж немесе 2-ші Г. Барлық өрістер толтырылғаннан кейін жай ғана сақтау түймесін басыңыз. Дайын. Жаңа сынып сәтті құрылды және енді сіздің жалпы тізіміңізде көрсетіледі. Оқушылар тізімі қойындысына өтеміз. Сізге әр баланы қолмен тіркеудің қажеті жоқ. Уақытты үнемдеу үшін жаппай жүктеу функциясын пайдаланыңыз. Оқушылар тізімі қойындысында бола отырып, импорт түймесін басыңыз. Ашылған терезеде импорт шаблоны түймесін басып, дайын шаблонды жүктеп алыңыз. Кестені толтыру кезіндегі маңызды сәт. Оқушының аты мен тегін енгізіңіз. Ал туған күнін қатаң түрде күн, ай және жыл форматында нүкте арқылы көрсетіңіз. Мысалы, 10-шы, 2010 жыл. Артық таңбалар мен әріптерді пайдаланбаңыз. Толтырылған файлды жүйеге қайта жүктеңіз, ашылмалы тізімнен қажетті сыныпты таңдаңыз және импорттау түймесін басыңыз. Осыдан кейін оқушылар мен сыныптар сіздің жалпы тізіміңізде лезде пайда болады. Сондай-ақ, сіз оқушыны жекелей толтыра аласыз. Оқушыны қосу түймесін басып, деректерді толтырғаннан кейін сақтау түймесін басыңыз. Оқушы базаға сәтті қосылады. Сыныптар бойынша сұрыптау үшін сіз барлық сыныптар түймесін пайдаланып, ашылмалы тізімнен өзіңізге қажетті сыныпты таңдай аласыз. Әрекет бағанында сіз оқушының профилін қарай аласыз. Деректерін өңдей аласыз. Сондай-ақ оның профилін базадан жоя аласыз. Оқушылар тізімін бөлек құжатпен экспорттау үшін экспорт түймесін пайдаланыңыз. Тағайындалған кітаптар. Бұл бөлім нақты орындау мерзімдерін белгілей отырып, шығармаларды оқуға, тапсырмаларды бүкіл сыныпқа да, нақты оқушыларға да беруге мүмкіндік береді. Кітапты тапсырма ретінде беру үшін осы қойындыға кіріп, кітапты тағайындау түймесін басыңыз. Пайда болған терезеде параметрлерді реттеңіз. Алдымен қажетті сыныпты таңдаңыз. Содан кейін, егер сіз бұл кітапты нақты оқушыға берсеңіз, тізімдегі оқушыны белгілейсіз. Осыдан кейін, кітапхана каталогынан қажетті кітапты көрсетіңіз. Содан кейін, оқушылар шығарманы оқып бітуі тиіс, аяқталу күнін таңдаңыз. Тағайындау түймесін басу арқылы тапсырманы сақтаңыз. Дайын. Параметрлерді сақтаған бойда, оқушы бұл тапсырманы өз жеке кабинетінен лезде көреді. Қорытынды қойынды тағайындалған тесттерге өтеміз. Біздің платформа кітаптарды тапсырма етіп беруге ғана емес, сонымен қатар интерактивті викториналар арқылы оқушылардың білімін тексеруге, сондай-ақ олардың нәтижелерін ыңғайлы бақылауға мүмкіндік береді. Алдымен тестті құру керек. Басты беттегі барлық кітаптар қойындысында қажетті кітапты ашып, викторина бөліміне өтіңіз. Тест құру түймесін басып, оның атауы мен қысқаша сипаттамасын енгізіңіз. Бос тест сәтті құрылды. Енді сұрақтар қосу үшін құрылған тесттің сұрақтар түймесін басамыз. Сұрақтарды екі тәсілмен қосуға болады. Қолмен теру арқылы немесе жасанды интеллекттің көмегімен. Бірінші тәсіл үшін сұрақ қосу түймесін басып, содан кейін сұрақты енгізіп, дұрыс жауапты таңдау керек. Содан кейін құру түймесін басу қажет. Екінші тәсіл үшін сіз жасанды интеллектті пайдаланасыз. Ж, И сұрақтарын генерациялау түймесін басамыз. Сұрақтар санын таңдап,
Генерациялау және қосу түймесін басыңыз. Генерация аяқталғанын сәл күте тұру қажет. Сұрақтар сіздің тестіңізде сәтті құрылады. Құрылған тест балаларға қолжетімді болуы үшін мектепті басқару бөліміне тағайындалған тесттер қойындысына оралыңыз. Тестті тағайындау түймесін басып, параметрлерді реттеңіз. Қажетті сыныпты таңдаңыз, ұзақтығын минутпен көрсетіңіз, сондай-ақ викторинаның басталу және аяқталу күндерін белгілеңіз. Содан кейін тағайындау түймесін басыңыз. Оқушылар тапсырмаларды орындап бастаған кезде сіз олардың үлгерімін оңай бақылай аласыз. Тесттеулердің нәтижелері сізге әрбір нақты тағайындаудың тұсындағы әрекет бағанында әрқашан қолжетімді болады. Және біздің платформаның 7-ші қорытынды бөлімі бұл FAQ, немесе жиі қойылатын сұрақтар қойындысы. Мұнда платформамен жұмыс істеу бойынша барлық қажетті білім базасы жинақталған. Егер сізде қандай да бір қиындықтар туындаса, белгілі бір функцияны қалай пайдалану керектігін ұмытып қалсаңыз, немесе жай ғана жүйенің мүмкіндіктері туралы көбірек білгіңіз келсе, бірінші кезекте осы бөлімге көз жүгіртіңіз. Толық және түсінікті жауаптар сізді осында күтуде. Осымен біздің шолуымыз аяқталды. Оқуға уақыт бөлгеніңіз үшін рахмет. Оқу мәдениетін дамытып, оқушыларды бізбен бірге шабыттандырыңыз.